Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кереметтей ауызда еритін ұйғыр самсаларын дайындаймыз. Бұл самсаны тіптен тапсырысқа да дайындасаңыздар болады. Және де қонақ келерге қарсы барлығын алдын ала дайындап, морозильникте қатырып пісіріп алсаңыздар болады. Сол себептен видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ұйғыр самсасының қамырын дайындау үшін електен өткізілген ұнға қопсытқыш салып араластырамыз. Одан кейін холодильниктен шыққан 82%-ық сары майымызды салып, жақсылап қолымыздың көмегімен осылай мұжғылай отыра араластырып шығамыз. Бізде ұн мен майды біріктіріп араластыру барысында крошка пайда болады. Крошка пайда болған сәтке дейін араластырып отырамыз. Енді мына жерде 2 жұмыртқаның тек қана сары уызы. Осының үстінен кәдімгі бүтіндей бір жұмыртқаны жарып саламыз. Ағымен бірге қосамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Енді үстінен қаймақ қосамыз. 15 немесе 20%-ық қаймақ жарайды. Егер де қаймақ таба алмасаңыздар, орнына айран қосуға болады. Үстінен салқын су құйып, жақсылап барлығын араластырамыз. Енді осы массамызды жаңағы крошканың үстіне құямыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, қолымызбен қамыр илеуді бастаймыз. Басқа артық ештеңе қосудың қажеті жоқ. Осылай біріктіріп отырсаңыздар, өзі қазір біркелкі болып, қамырға айналып шығады. Мінекей біздің өте нәзік жұмсақ песочный тестамыз дайын. Илеп алдық. Енді пакетке орап, холодильникке қоямыз. Сары майды ертіп ортасына жаққанға дайындап қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз холодильникте жарты сағат уақыт тұрды. Енді қамырды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Осылай зуалашалар дайындап, жаюға ыңғайлы етіп дайындап қоямыз. Бір бөлігін әзірше холодильникке қоя тұрамыз, ал екінші бөлігін біз кәдімгі қамыр секілді жайғандай жұқалап жайып алатын боламыз. Оның көмегімен жұқа етіп жайып шығамыз. Біздің қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан жаюға өте ыңғайлы. Эластичный қамыр дейді ғой, бізде дәл сондай қамыр болады. Қамырымызды жайып аламыз. Жаңағы үстіне самсаның ортасына жағатын майды 82%-ық майды қолдануға кеңес беремін. Одан төмен пайыздар ағып кетуі әбден мүмкін. Қамырымызды жайып болғаннан кейін үстінен молырақ етіп ұн сеуіп, бұл қамырды әзірге орап, екінші қамырды жайып алғанша бөлек бір жерге алып қоямыз. Немесе мата дастарханға жайып қойсаңыздар болады. Ең бастысы қамырымыз кеуіп кетпеу керек. Мінекей мен осылай орап, әзірше бір шетке алып қоямын. Ең бастысы осылай ораған кезде қамырымыз бір-біріне бірігіп, жабысып қалмау керек. Соны жақсылап қадағалаңыздар. Ал енді екінші бөлік қамырымызды да холодильниктен алып, дәл жаңағыдай жұқа етіп жайып аламыз. Бізде қамыр жаю процесі өте тез жүреді, өйткені құрамында сары май бар. Енді алдын ала ертіп алған, дайындап қойған майымызды осы қамырдың үстіне жағатын боламыз. Жағып болғаннан кейін екінші қамырымызды үстіне бірдей етіп орналастырып шығамыз. Біріктіріп орналастырып болғаннан кейін тағы да қайталап үстіне сары майды жағып шығамыз. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Енді
рулет сияқты етіп орайтын боламыз. Орау барысында өте мұқият болыңыздар, араларына ауа өткізбей, тығыздау етіп тартып орап шығыңыздар. Өйткені қамырымыз бос болып оралып қалса және арасына ауа қалып кетсе, ертең самсаларды дайындайтын кезде, қамырын жайған кезде аралар ашылып, қамыр бірікпей тұрады. Ол сіздің самсаңыздың көтерілмей қалуына әсерін береді. Енді осылай ыдысқа салып, холодильникке бір түнге қойып қоямыз, немесе кем дегенде 3-4 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Міне, қамырымыз дайын. Менде холодильникте 4-5 сағат бойына тұрды. Енді қамырларымызды осылай көз мөлшермен бөліп шығамыз. Енді салмамызды дайындайтын боламыз. Менде сиырдың тартылған еті, дәміне қарай тұз және ұсақтап туралған пияз. Және қара бұрыш салып, барлығын араластырып шығамыз. Бөліп алған қамырымызды жайып шығамыз. Қатты жұқа етіп жайып керек емес. Екі шетін баса отыра жайып шығамыз. Егер де сіздер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, 40 граммнан өлшеп бөліп аласыздар. Үйге жасайтын болғандықтан көз мөлшермен бөліп аламыз. Енді жаңағы дайындап алған салмамызды ортасына саламыз. Қатты толтырып жібермей, осылай ортасына салып шығамыз. Қамырдың екі шетін біріктіріп, бірінші осылай жабыстырып аламыз. Одан кейін дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай шет-шеттерін басып отырып, түйіп шығамыз. Негізі дәл бұлай түйудің қатты маңызы жоқ. Өздеріңізге ұнаған формада түйіп жасай бересіздер. Асықпай, дәл осылай видеодан анықтап қарасаңыздар болады. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Міне біздің самсаларымыз дайын. Противеньге орналастырып, үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз.
қалауларыңыз бойынша бетіне мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180-200 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің самсаларымыз дайын. Қараңыздар, өте керемет болып пісіп шықты. Бұл енді ыстықтай дәмін көрсеңіздер, сіздер бірден ғашық болып ұнатып қаласыздар. Ауызға салса еріп кететін өте дәмді, өте нәзік самсалардың бірі. Міне қараңыздар, сіздерге ортасын көрсетіп жатырмын. Ішіндегі салмасы бәрі толықтай піседі. Жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Рецепт оригинал, сіздерге түсінікті болу үшін барымды салып түсіндіріп шықтым. Түсінікті болды деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Балнұр. Сау болыңыздар.